5 жылдан соң ботаны қалай елестетесіз дейді. 5 жылдан соң енді әрине біріншіден менің болашақ жарым болғаннан кейін балаларым анасы бұйыртса 1-2 балам бар шығар, 1 ұлым 1 қызым екен. Және сондай бір байдың әйелі, байдың қатындары болады ғой, прям шишковать етіп жүрген андай Ақшасын қайқа жаратарын ақшасын қайқа жаратарын білмей, не істерін білмей жүрген әйел болып елестетемін. Және анау садикке баласын үйірмелерге апарған кезде бүйтіп крутой машинамен түсіп бүйтіп жүрді. Жоқаң. Бірақ әрине қарапайым, андай өзінше емес, қарапайым. Сондай деп елестетемін. Және әрине үйдің ошағы әйел дейді ғой, әке-шешемнің жанында келін болып, сол бірге отыратын, қызмет етіп. Менің туған күнім 2002, 10 ай 3-і, Ботанык 2005, 10 ай 1-і, біздің туғанымыз қатар. Және менің анамның туған күні қаншасы деп ойлайсыздар, таппай соң. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Аптаның бірінші күні сіздерге сәтті болсын. Бүгін 12:00-де НТК арнасы қосылып болсын. Не себепті бұнда образ кигенін барлығын көретін боласыздар. Сезім бағы жобасы сіздерге керемет тосын сый дайындаған болатын. Сол тосын сыйның қандай тосын сый екен 12:00-де көретін боласыздар. Күтеміз. Сен де айтып қалсаң дейсің ғой? Жоқ, айтып қалсаң. Жай, жігітке жер өнерде аз дейді ғой, сондықтан Домбыраға қайдан үйрендің? домбыраны анам үйреткен, гитараны өзім үйреніп алғанмын. Сол екі аспапта ойнай аласың? Домбырада, гитарада, скрипкада. Скрипта қатты ойнай алмаймын, бірақ пианиноны, фортепиано үйреніп жүр. Ол өнерлеріңді қашан көреміз халық болып? Бұйырса, бір қызбен жұп болған кезде. Ол қыз сандуғаш па? Ол қыз сандуғаш па? Неге адық қарадың? Сандуғаш қалай жалпы? Жақсы. Кеше ұзын шығарып келдім. Жайлап. Келген қыздардың адрестері ұзарып жатыр ма? Айтпа, бір күн қордайға кетіп қалмайды. Қалай деп отыр ба? Ұзату той жасасаңыздар, жалпы координатор, сондай нәрселерді жалдап тастасаңыздар. Мен мысалы қазіргі таңда байқасаңыздар, енді өзімде жұмыс істеп жатырмын, қазір мысалы ән жаздыруға бара жатырмын, бірақ қатты уайымға түсіп паниковать етіп жатқан жоқ, өйткені бүткіл жұмыстардың бәрін делегировать етіп тастадым. Менің командамда қыздар жасап жатыр, одан кейін координатор жалдадым. Той күні горячий қаншада шығады, одан кейін қонақтар қай уақытта шығады, қай әнші кімнен кейін шығады, бүткілін реттеп отыратын координатор жалдадым. Ол бала өзіміздің танысымыздың танысы, өте керемет ақылды, өте тәрбиелі бала. Сондықтан мен түк уайымдап тұрған жоқпын. Қыз ұзату күні кәдімгідей уайымдап, төбеде отырып, анау не болды, мынаны неге бермей жатсыңдар, анау неге шықпай жатыр деп нервничать етпеймін мен. Сондықтан да барлығын тапсырып қойдым. Лаж болса болашақта сіздер де сондай координатор жалдап, барлығын жұмыс делегировать етсеңіздер